Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қоңырау шағын суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бұл видеода сіздер тапандағы белсенді нүктелер арқылы қандай аурулардан айығуға болатыны туралы білетін боласыздар. Аяққа күні бойы күш түсетіндіктен қатты шаршайды. Әсіресе биік өкшелі аяқ киімді ұнататын әйелдер қауымы аяқ шаршауынан зардап шегеді екен. Осындайда табан массажы аяққа түскен ауыртпалықтардан арылтуға көмектеседі және тек қана сол үшін жасамау керек. Рефлексология қағидаларына сәйкес аяқ табандарындағы ағзаның дұрыс жұмыс жасауына жауап беретін негізгі нүктелер орналасқан. Аяқтарды уқалау сияқты қарапайым әрекет дененің әртүрлі мүшелеріндегі ауру туралы ұмытуға көмектеседі. Айрықша аймақтарға әсер етудің арқасында ішкі органдарға қан ағыны келіп, денсаулыққа қатысты көптеген мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Аяқ массажы аяқтарда орналасқан жүйкелер сауығудың маңызды құралы. Қиыр шығыстық медицинада табан және саусақ массажы панацея деп саналады. Мұндай процедураны кешке жасай отырып, күш ағынын сезінумен қатар түнгі ұйқыда толыққанды демаласыз және таңертең сергек оянасыз. Бұл тек қана пайдалы терапия емес, ол жанға өте жағымды терапия. Аяқ массажын жасаудың белсенді нүктелері. Бірінші, егер аяқтың ұштарын уқаласа, бас ауруынан құтылып, ми қызметін жақсартуға болады. Екінші, үлкен бақайдың айналасы мойын ауруын жазуға көмектеседі, тек қана белсендірек уқаласаңыз болды. Үшінші, табанның орта жағын уқалау өкпе ауруымен күресуге көмектеседі. Демікпедегі патологиялық жағдайды жеңілдетеді, ентігуді басады екен. Төртінші, үлкен бақайдан аздап төмен орналасқан аймақты уқалап, сіз жүрек-қан тамырлары жүйесін қорғай отырып, жүректің еш шалыссыз жұмыс істеуін қамтамасыз етесіз. Бесінші, табандағы дөңестің ішкі жағын уқалау бауырға түскен күштен арылтып, ауру сезімінен құтқарады. Алтыншы, өкшені жақсылап уқаласаңыз, беліңіздің ауырғаны сап тыйылады. Мінекей, аяқтағы осы нүктелерді уқалау арқылы ауыртпашылық сезімнен айырылуға болады екен. Видеодағы ақпараттар сізге пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетуді ұмытпаңыздар.